Магистратура дайындық 2023. Қош келдіңіздер. 9-шы бөлім. Магистратура 2023. Өткен сабақта біз өзіңізге істеуге тапсырма берген болатынбыз, соны бірге қарап шығайық. Imperative mood. Imperative mood деген бұйырасыз бір нәрсені істе, істеме, do that, do not this one, open the window, close the window деген сияқты. Лепті сөйлем болады. Көбінше what a nice day деген нәрсе сөйлем, просто атаулы сөйлем да. Қандай керемет күн дейді. Бұл дұрыс емес. Мынау лепті сөйлем ба? Жоқ. Лепті сөйлем ба? Жоқ. Восклицательное предложение, значит, don't do that. Не делай это дейді. Түсінікті ма? Сондықтан жауап не болады? Б болады. Б-ны белгілеген болсаңыз, бәрекелді. Олай болса, жалғастырамыз. If I'll leave you дейді. Мына жерде егер мына жақта will болса, мына жерде present simple болу керек. Түсінікті ма? Will болса, мына жерде present simple. Present simple деген не? Are болады, is болады, am болады. Неге байланысты? Youға байланысты. You менен қолданамыз, а қолданамыз. Жауап не? Дұрыс. Okay? We try to go away from the city weekends. Апта соңдарына біз не қолданамыз? At қолданамыз. Holiday, on holiday деп айтамыз. Жаттап аласың. At weekends, at the weekends негізі. И on holidays. At on қайда? We write and say, наны қайтып айтамыз. Қалай оңай солай айтамыз ағылшын тілінде ше. 0.375. 0.375 біз сияқты отырмайды. 0.375 деп. Түсінікті ма? Сондықтан қалай оңай солай айтасыз. 0.375. Мысалға 2023 деген сияқты ше. Біз 2023 қайтып айтамыз. 2023 олар не дейді? 2023 дейсіз болды. Is it made of дейді. Неден жасалған дейді. Неден не? What? Okay? Now қайда? Where is it made of деп айтпаймыз. Where was it made деп қойсақ болады. Whose болмайды, кімдікі, which қайсы болмайды. Please дейді. Өтініш дейді. We're getting late дейді. We're getting late. Біз кешігіп жатырық десе, давай тез болшы деген кезде, приказ берген кезде біз етістің бастап формасын қолданамыз. Ол не бізде? Please hurry up, Jane. We're getting late. She in a small village in the south of Spain дейді. She, ол туылған. Туылған болса не? Өткен шақта болу керек та? Прошедшее время. Қайда бұл өткен шақ? Мынау не? Осы шақ. Born. Болмайды. Has been born. She has been born. Ол present perfect болмайды. Типа, мағынасы келмей қалады. Туылған деген мағынада біз was were born деп айтамыз негізі. Мынаны өздеріңіз толтырыңыздар, келесі сабақта жауабын айтатын боламыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.